Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Менің есімім Мүсіркеп Бейімбет. Біздің сол сервис орталығының алғашқы сабағына қош келдіңіздер. Бірінші сабақта мен сіздерге сабақ қалай өтеді, қалай жүргізіледі, соның барлығын мәліметтер толық беріп өтемін. Біздің курс жалпы бухгалтерлік курс деп аталады. Негізі мына нәрсені түсініп алыңыздар. Бізде курс екі этаптан тұрады. Бірінші бухгалтерлік есеп, яғни бухучет деп айтады, қысқартып, негізі бухгалтерский учет. Бухгалтерлік есепті оқимыз және 1С программасын оқимыз. Бұл не деген сөз? Яғни бізде екі этаптан тұрады. Бухгалтерияны біз теориялық түрде үйренеміз және практикалық түрде үйренеміз. Ол не деген сөз? Яғни біз бірінші бухгалтерлік есепті теоретически үйренеміз, яғни қалай есептеледі, соны бүге шүгесінен үйренетін боламыз, және де соны 1С программасында практикалық түрде іске асыратын боламыз. Яғни іс жүзінде 1С программасында бірге тапсырмалар, заданияларды орындап жұмыс істейтін боламыз. Біздің курс барлығы толық қамтылған, толық түсіндірілген, яғни біз жаңағыдай бухгалтерлік есепті теориясын оқып үйреніп болғаннан кейін біз соны практикалық түрде 1С программасын іс жүзінде көптеген заданияларды орындап бірге сіздер жақсылап түсініп алғанша бірге жұмыс жасайтын боламыз. Яғни курстың бағасы жалпы өте қолайлы бағада, тиімді бағада. Курс жалпы бір ай жүзеге асырылады. Яғни сіздер негізі бір ай бойы курсты бір айда үйрене аласыздар, толық меңгеріп. Бір айдан кейін сіздерге сертификат беріледі. Яғни біздің сол сервис орталығы 1С франчайзи компания. Франчайзи деген нені білдіреді? Франчайзи деген аттестованный лицензионный компания екенін білдіреді. Ол не деген сөз? Яғни біздің бухгалтерия саласында 1С программасын установить етуге, 1С программасы бойынша обновление жасауға, яғни обновление бойынша басқа кәсіпорындармен келісімшартқа, договорға отыруға рұқсатымыз бар. Және де осы бухгалтерия саласында обучение, яғни оқытуға, біздің бухгалтерияларды обслуживать етуге, сопровождение етуге біздің рұқсатымыз бар. Алдағы уақытта, яғни 1С франчайзи деген сөз бізден алған сертификаттарыңызда жарамды болады. Ол жайлы келесі алдағы сабақтарда көрсетемін. 1С KZ сайтынан көре аласыздар ол жайлы. Және де айтатынымыз, бізде акция болып жатыр қазіргі таңда. Яғни сіз бухгалтерия курсын айтып жатыр, бір айда меңгере аласыз деп. Бірақ сіздерге сабаққа көруге 3 ай доступ беріледі. Бізде Telegram канал арқылы жүргізіледі сабақтар. Біз платформада жүргізгіміз келген, бірақ платформада сіздер үнемі онлайн болып отыруларыңыз қажет. Сондықтан біз Telegram каналда видеоны бір загруз етіп алып көре бересіздер. Кез келген уақытта, яғни 24 сағаттың ішінде бүкіл 3 ай бойы видеоларға доступ беріледі. Неге 3 ай ғана? Кейбір курстарды байқасаңыздар 1 жылға доступ беріледі, немесе біз сіздерге запрет ашып тастайды, доступ мәңгілікке береді. Ол қате негізі. Себеп бізде 3 ай доступ берген себебіміз біздің курс сапалы болғандықтан 3 ай доступ береміз. Одан кейін қандай тиімді жақтары бар? Жаңа айттық, бағасы қолайлы. 3 ай бойы доступ беріледі. Бір айдан кейін франчайзи сертификаты беріледі біздің компаниямыздың атынан. Одан кейінгі бізде тиімді айта кетер жайттар. Біз жалпы алдағы уақытта 1 жыл бойы сіздерге мынандай мүмкіндік береміз. 1 жыл бойы осы 1С программасына немесе бухгалтерияда қандай да бір өзгерістер болатын болса, солар туралы жаңадан курстар түсіріп отырамыз да, видео сабақтар. Соны сіздерге көрсетіп отырамыз. Яғни Telegram каналда сабақтар, дайын видео сабақтар кез келген уақытта кіріп көре аласыздар. Және 1 жыл бойы айтып өткенімдей, өзгерістерді біз жаңалап отырамыз. Сіз 1 жыл бойы осы бухгалтерия саласында 1С программасы өзгерістерден, жаңалықтардан хабардар болып отырасыздар. Тиімді жағы. Және де айта кететін жайт, бізде 3 ай бойы сопровождение жүреді. Сопровождение дегенде, яғни сіздер курсты оқып болғаннан кейін, 1 айдан кейін сертификат алып боласыздар ғой. Сертификат алып болғаннан кейін, сіздер жұмысқа орналасқаннан кейін 3 ай бізде сопровождениеде бола аласыздар. Яғни жұмысқа орналасып болған соң, жұмыстарда бір қиындықтарыңыз туындаса, немесе бір сұрақтар болатын болса, кез келген уақытта бізге хабарласып, бізден
совет аласыздар деген сияқты сопровождение деген сол. Енді айта кететін жайт, жалпы бізде білесіздер, кәсіпорын қазақстанда ең көп дамыған ИПА тобы бөлінеді, яғни индивидуальный предприниматель, жеке кәсіпкерлік, ТО, товарищество с ограниченной ответственностью, яғни жауапкершілікті серіктестік. Бізде осы екі кәсіпорында айырмашылық қандай, соны біліп алайық. Бірінші, көбіне бізде екі режим қолданылады: упрощенный режим, яғни жеңілдетілген режим, одан кейін общеустановленный режим, яғни жалпы салықтық режим. Олар қалай жүреді? Упрощенный режимде, жеңілдетілген режим, оның өзінің шарттары бар. Сіз упрощенный режимде жұмыс жасау үшін мынандай шарттары бар: сіздің бір жылдағы оборотыңыз 24.038 МРП-дан асып кетпеу керек деп сізге шарт қояды. Яғни қазір 2024 жылғы бір МРП 3692 теңге болатын болса, соның 24.038-ге көбейтіп өзіңіз оборотыңыз, яғни 88 миллион үстінде бір сума шығады. Содан асып кетпеу керек сіздің бір жылда тапқан табысыңыз. Екінші, сіздің жұмысшылардың саны, яғни сотрудниктердің саны 30 адамнан асып кетпеу керек, директорды қоса алған кезде. Одан кейін басқа қалаларда немесе басқа жерлерде сіздің кәсіпорныңыздың филиалдары болмау керек. Сондай шарт бар. Егер осы шарттардың біреуін бұзатын болсаңыз, сіз автоматты түрде общеустановленный режимге өтетін боласыз. Яғни упрощенный режимде сіз 6 айда бір рет салыққа есеп тапсырасыз, отчет тапсырасыз. Яғни 910 форма декларациясы деп аталады. Оны қалай төлейсіз? Оборотыңыздан 3% төлейсіз салыққа. Яғни оның 3% дегеніміз ИПН, яғни индивидуальный подоходный налог, жеке табыс салығына 1,5%, социальный налог, әлеуметтік салыққа 1,5%, екеуін қоса алғанда 3% төлейтін боласыз. Одан кейін айта кететін жайт, сіз егер общеустановленный режимде жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз әр квартал сайын 200 форма декларациясы, 300 форма декларациясы және егерде 870 форма деген горючее смазочный материалдар үшін, яғни жанар-жағармай, бензин, дизельное топливо, яғни солярка немесе газ пайдаланатын болсаңыз, 870 формасын қолданасыз. Яғни ол не деген сөз? Квартал деген 3 ай, бір 90, яғни бір жылда 4 квартал болатын болса, бір кварталда 3 ай бар, яғни 3 ай сайын тапсырып отырасыз. 200 форма көбіне еңбекақыға қатысты декларация, 300 форма НДС, налог на добавленную стоимость, қосылған құн салығына қатысты декларация, 870 жаңағы сіз жанар-жағармай пайдаланып экологияны ластағаны үшін тапсырылатын форма декларациялардың түрі. Мына жерде біз общеустановленный режимде айтып өткендей, мынау айтылған шарттардың барлығы ИП-ға да, ТО-ға да қатысты. Енді мына жерде мынандай айырмашылық бар. ИП мен ТО-да общеустановленный режимде жұмыс жасайтын болсаңыз, бір жылда бір рет корпоративный подоходный налог, яғни корпоратив табыс салығын тапсырасыз. Оның тапсыру ережесі бір жылдағы тапқан табысыңыздан, доходыңыздан бір жылдағы расход, яғни шығындарыңызды алып тастайсыз, одан шыққан суммадан 10% төлейсіз салыққа. Егер ИП болсаңыз 10% төлейсіз салыққа, ТО болса онда 20% төлейтін боласыз. Осы негізі ең басты ИП мен ТО-ның ерекшеліктері. Бұдан бөлек толық ақпарат ИП-ТО туралы біздің келесі сабақтардан алсаңыздар болады. Тағы да айта өтетін жайт, біздің курста қандай тақырыптар өтіледі? Біздің курста бірінші қандай болады? Бухгалтерлік есеп, одан кейін 1С программасы деген. Мысалға, банк шоты туралы сабақ өтетін болса, бухгалтерлік есепте банк шоты туралы көптеген мәліметтер береміз сіздерге информация. Банк шоты деген не, банк шотының ақша жаттары қалай жүзеге асырылады, сол туралы теориялық түрде өтетін боламыз. Одан кейін 1С программасында сол банк шотымен қалай жұмыс жасау керек, сол туралы өтетін боламыз. Яғни теория, практика деп айтып жатқанымыз сол. Қалай басталады? Бірінші, бухгалтерлік есептің тақырыптарын айтып өтейік. Ең бірінші, бухгалтерлік есеп актив, пассив туралы айтылады. Активтер деген не, пассивтер деген не, олардың кәсіпорын алдындағы қызметтері қандай, сол туралы бүге-шүгесінен айтылады. Одан кейін актив, пассивті білгеннен кейін уже баланс шығаруға келеміз. Қалай баланс шығарамыз деген сияқты. Активті шот, пассивті шот барлығын өтеміз. Одан кейін неден бастаймыз? Ақша қаражаты жүреді.
ақша қаражатының өзі ішінара бөлінеді, банк шотында ақша қаражаты, кассада ақша қаражаты, жолда ақша қаражаты деген сияқты. Одан кейін қандай тақырыптар? Есеп беруші тұлғаның есебін жүргізу, яғни подотчетниктің есебін жүргізу, авансовый отчет деген сияқты. Одан кейін кассада ақша қаражаты, банк шотында ақша қаражаты өтеміз. Жеткізіп берушілермен есеп айырысу, яғни поставщиктермен олардан тауар сатып алу, тауар сатып алып, сол тауардың оплатасын төлеу деген сияқты. Одан кейін сатып алушылармен есеп айырысу тақырыптары жүреді. Яғни сатып алушыларға біз тауар сатамыз, немесе біз оларға қызмет көрсетеміз. Қалай счетный оплату шығарамыз, қалай доверенность береміз, қалай накладной береміз, қалай актовых работ, қалай электронный түрде счет фактура жібереміз, ол жайлы барлығы айтылған. Одан кейін қандай тақырыптар? Негізгі құралдар, материал емес активтерді өтеміз, өндірістің есебін өтеміз, қосылған құн салығының есебін өтеміз, бухгалтерлік есеп тақырыптары. Одан кейін кадр есебі, жұмысшылар жұмысқа қабылдау туралы. Одан кейін жаңа айтып жатқан 300-ді өтеміз, 270 форма декларация салықтардан 200-ші форманы өтеміз. Ең соңында еңбекақы жайында өтеміз. Яғни еңбекақы соңында өтіледі, себебі ол кішкене қиындау. Жаңалықтарын естіген болсаңыздар, тағы да бір төлем түрі қосылды еңбекақыға, ОПВР деген, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы төлемі, яғни жаңаланған курс. Сіздер бұның барлығы жаңа бухгалтерлік есеп тақырыптары толық айтып кеттім деп ойлаймын. Одан кейін тағы да айтпаған тақырыптар көп, мысалы негізгі құралдардың тозуын есептеу, амортизация деген сияқты. Оны алдағы сабақта көре аласыздар. Енді 1С практикалық түрде қандай сабақтар бар? Мысалы 1С программасын қалай орнату керек, содан бастап үйренеміз. 1С программасынан қалай базаларды көшіреміз. 1С программасын ең алғашқы орнатқан кезде, кәсіпорын ең алғашқы ашылған кезде кәсіпорынның деректерін, мәліметтерін қалай енгіземіз, содан бастаймыз. Жауап тұлғалар, бөлімдер, яғни подразделение енгіземіз. Одан кейін жаңағыдай бухгалтерлік есеп тақырыптары бойынша кезең-кезең өтеміз. 1С-де тура солай кассада ақша қаражатының есебін өтеміз, банк шотындағы авансовый отчет, покупка, продажа, яғни поставщиктермен жұмыс жасау, жеткізіп берушілермен, сатып алушылармен жұмыс жасау, склад өтеміз, қоймаларды қалай көшіреміз, заттарды қалай списаниеге жібереміз деген сияқты, инвентаризация қалай жүргіземіз. Одан кейін тағы да жаңағы негізгі құрал, материал дейміз активтер, кадр есебі, және де жаңағы салық форма декларацияларын, яғни 200-300 формаларды 1С программасында қалай сформировать етеді, қалай көреді, сол жағын айтамыз. И соңында кадр учет, кадр есебі, зарплатаны өтеміз, жаңағыдай основные средстволар мен материал дейміз активтердің тозуын да өтетін боламыз. Жалпы бұдан да көп тақырыптар бар, айта кететін жайт, сол үшін бір айға жүргізеді. Яғни сіз бухгалтерия тек 1С программасын ғана үйреніп қана қоймай, бухгалтерлік есепті теориялық түрде оқып, сутьті түсінетін боласыздар мағынасын. Ең бізде ерекшелік сабақтарда біз оборотный сальдо ведомость деген нәрсе бар 1С-те. Сонымен қалай жұмыс жасау керек, бүге-шүгесіне дейін үйренетін боламыз. Одан кейін тағы айта кететін жайт, бізде көптеген тағы да нелер бар, фишкалар бар. Біз договор, яғни келісімшарт қалай жасалады, қалай құрылады, сол туралы көп мәліметтер айтамыз. Жарғылық капитал дегенне, одан кейін сабақтарда акция, облигация, биржа жайында да айтатын боламыз. Яғни сіз жаңа білім үйренесіз, тек қана бухгалтерия емес, финанс жағын, экономика жағын, биржа, инвестиция, трейдинг жақтарында бүге-шүгесіне дейін жақсылап үйренетін боласыздар. Тағы да толық мәлімет, қандай тақырыптар өту керек, ол жайлы бізге байланысқа шығып біле аласыздар. Сау болыңыздар.